балалар? Сәлеметсіздер. Жарайсыңдар. Балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ма? Я. Жарайсың. Алихан теңге алу. Тағы кім айтады? Жарайсың. Дінмұхамед. Ербақыт, сен қандай ұлттық ойын білесің? Қандапай. Жарайсың. Қанталапай ойын біледі екен. Жарайсың. Сания асырату ойын біледі екен. Ал бұлай болса балалар, біз бүгін қыз қуу ойын ойнаймыз. Және теңге алу ойын ойнаймыз. Біз бірінші ойынға қыз қуу ойында екі жігітпен бір қыз қатысамыз. Кәнекей, кім қатысады екен? Мен. Жарайсыңдар. Олай болса, екі Алиханды және Санияны аламыз. Осы жігіттер, мен сендерге ойын шағын түсіндірейін. Бірінші кезеңде біз мақал материал айтамыз. Жарай ма, Алихан? Екінші кезеңде балалар түрлі түсті асықтарды сәйкестендіреміз. Ал үшінші кезеңде алдымызда қан асық отырып, сонымен біз асық атамыз. Яғни кім шеңберден асықты көп атып шығарса, сол жеңімпаз болып, қызымызды қуамыз, Сания қызымызды, және сол қыздың бетіне сүйіп, Сания сендерге сізіне орамал сыйлайды екен. Жарай ма? Бастаймыз ба ойынымызды? Жарайды. Кім қандай мақал материал біледі? Ал айта бұрын. Жарайсың. Көз қолға қол бар. Жарайсың. Ал екінші кезеңге келеміз. Шартын түсіндірейін балалар. Екі командаға бөлініп алды, иә? Екі командадан бір адам шығып, қазір музыка әуені қосылған кезде, шеңберді айналып өтеміз. Музыка тоқтаған кезде балалар музыка әуені қолымыздағы, алдымыздағы дорбаны кім бірінші алады, сол жеңімпаз болады. Және сол балаға теңге беріледі. Сол теңгеден қай команда көп теңге алса, жеңіске сол команда жетеді. Түсінікті ме балалар? Иә. Жарайсыздар. Олай болса, ойын кезегін бастаймыз. Ойынға бірінші Алихан мен Димаш шығады. Ой, жарайсың. Бізде жеңімпаз Алихан. Алиханға теңге береміз. Мінекей, жарайсың. Осылай Ербақыт пен Димаш бастайды. Кәнекей. Ой, жарайсың. Бізде Димаш қалды. Ал Димашқа біз тағы да бір не береміз. Енді балалар, бізде екі команда тең болып қалғандықтан тағы да жарысамыз, иә? Ой, жарайсың, Ербақыт. Олай болса біздің бірінші командамызда балалар екі теңге болды, иә? Сондықтан бізде жеңімпаз қай команда болды? Бірінші команда болды, иә? Жарайсыңдар жігіттер, мұңаймаңдар. Ендігі жарыста сендер есілер, жарай ма?